Әйел адам 30-дан асқаннан кейін мына 5 істі түсінуі керек. Әсіресе 4-ші іс. Көріп болғаннан кейін көп нәрсені түсінесіз деп үміттенем. 1. Махаббат туралы. 30-дан асқаннан кейін махаббат үшін өзіңізді жоғалтып алмаңыз. Тіпті махаббатты өміріңіздің бары деп ойламаңыз. Басқаларды келіп сүюін күткенше, одан да құлшына өзіңізді сүйіңіз. 2. Некеге қатысты. Бақытты отбасыны 2 адам бірлікте күш шығарып бірге құрып шығады. Мұнда үнемі тек адам алмастыруды ойламау керек. 3. Жұмыс туралы. Әйел адам 30-дан асқаннан кейін жұмыс махаббаттан маңызды болуы керек. Сіз қаншалықты бодау берген сайын соншалықты табыс алып келеді. Кәсібіңіз сіздің бір тамшы теріңізді де босқа кетірмейді. Ал махаббатта басқаша болуы мүмкін. 4. Байлық туралы. Әйел адам мейлі қандай кезде болса да ақша табу қабілетін сақтап тұра алу керек. Ерлерге тым көп үміт артпаңыз. Тек өзіңіз ақша тауып сатып алған дүниеңіз нағыз шынайы, нағыз арқа сүйерлік. 5. Достыққа қатысты. Әйел адам 30-дан асқаннан кейін көп достың қажеті жоқ. Сырлас досыңыздан 1-2 болса жеткілікті. Басқалардың барлығы келіп кететін қонақ. Тек сізге жақсы мәміледе болатын адам ғана сіздің оған жақсы мәміле жасауыңызға татитын адам.